бастамас бұрын сіздерге бірнеше тәжірибе көрсеткім келіп тұр. Қазір сол біздің жасаған тәжірибеміз бүгінгі біздің жаңа сабағымызға тікелей байланысты тәжірибе жасаймыз, жарай ма? Қазір міне қараймыз. Мен мына сіреңкені қазір жандырып суға батырсам, қандай дыбыс естідіңіз? Су қалай, сіреңке қалай нетті? Қалай суға барған кезде дыбыс шықты? Быж етіп сөнді, сіреңкеміз быж етіп сөнді. Біз білеміз, жаратылыстың сабағында біз дыбысты қандай сезім мүшеміз арқылы біз естиміз? Дұрыс айтасыңдар, құлақ сезім мүшесі арқылы біз естиміз, жақсы. Так, келесі тәжірибемізде мына сағатымыз қатты дауыс шықпайды, бірақ біз білеміз, сағаттың дауысы қалай жүреді? Міне, сағатымыз бізде тық-тық етіп жүреді, сағатымыз тық-тық етіп жүреді. Тағы да бір тәжірибемізде, мысалы, мынаны елестетіңіздер, мен сіздердің алдарыңызда барабаншымын, міне. Барабан қалай соғып жатыр? Барабан қалай соғып жатыр? Дөң соғып жатыр, Бұл құбылыстарды біз барлығымыз жаңағы құлақ сезім мүшеміз арқылы естіп жатыр екенбіз, Енді келесі, мысалы, тәжірибемізді айтсам, Баян. Баян маған қалай қарады? Теріс немесе қалай қарады? Баян, сен ары қарап отыршы, қазір мен сені шақырам. Баян маған қалай қарады? Теріс немесе қалай қарады? Дұрыс айтасыңдар, Рожан, Баян маған жалт қарады, немесе қарады. Мына біздің свет жарық не істеді? Жарық біз не істеді? Міне, жарық не істеді? Жарық кетті, жарығымыз бізде жарық кетті. Мысалы, мен келе жатырмын. Мен не істедім? Қалай тоқтадым мен? Келе жаттым. Дұрыс айтасың, Баян, мен кенет тоқтадым, Ал енді жаңағы мен істеген көріністерді сіздер қандай сезім мүшелеріңіз арқылы көріп тұрсыздар? Көз сезім мүшелеріңіз арқылы көріп тұрсыздар, Демек, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз сіздермен еліктеу сөздер деп аталады. Еліктеу сөздер деп аталады. Кәнекей, дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазыңыздар. Мен тақтаға жазбай қойын, өздеріңіз қатесі жазасыздар осыда, Жазамыз бүгінгі айлықты. Мамырдың 11-і 4 жол тастаймыз, 5-ші жолға жазамыз, Қатесіз, мамырдың 11-і. Әне алдында қаламды. Жазу ғой, Абужан? Қалам басып қалма? Кімде артық қаламдар балдар? Жазу ғой. Мамырдың 11-і. Одан балар тезірек аяқтаймыз. Болдыңдар ма? Қыздарымыз болды, кәнекей. Ал, оқи ойындар қыздар. Тыңдаймыз олдар. Тыңдаймыз. Абыр-сабыр дыбыстар шықты. Асығып, естілі, қарсылы, сарттыққан, қаққа бұл гүрс жүрді естейді. Камерашы болған жоқ. Satış
Дұрыс, қыздарымыз дұрыс қойыпты, еліктеу сөздерді. Бұл бізге Абай Құнанбаевтың, иә, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романынан үзінді болған еді. Жақсы. Қыздарымыз дұрыс тапты. Мен оларды бағалап жіберемін сіздерге бүгінгі осы тапсырмаға. Ұлдарымыз қане оқи қой. Кім оқиды? Амир оқисың ба? Қанеке, Амир оқи қойсын. Даусында шар болған. Есіме мұғалім айтқанда ғана тұсы бұйының түп жағы сақ ете қалды. Азира деп тас еткізіп Еліманның жағына тақып жіберді. Есін көз деді деп жат болып есі бар. Есікті бар күшімен қып жауып жөнде берді. Бала ананы мына сұрап ұшу болып жатқанда мен ләм деместен шақ еткізіп ақшаға сатушының қолына ұстап алдым. Ұстата салдым. Ақша маңдайлы кең сұлу жылдың кей ашық сұңқ-сұңқ етейі ішіне Естірде күлді. Жақсы, ұлдарымызды дұрыс керек сөздерді орнына қойды. Жақсы. Қазір кішкене шаршады, не болар? Тергіту сәтін өткізіп жіберсек, сіздермен бірге. Қай пақтаға қойсам? Мына жерде келе қойдық. Қазір біз сіздермен ырғақты би тергіту сәтін өткіземіз. Ырғақты би. Анда қағаздарды партаға жая қойсайшы, балалар. Қазір бұлай істейміз мына арада. Мына жерде ырғақпен жұмыс істейміз. Мына екі дөңгелек абайландырды. Екі дөңгелек болған кезде әртүрлі өздеріңіз қимылдарыңыз. Мына жерде екі біркелкі қимыл, мында үш біркелкі қимыл, солай әртүрлі ырғақпен билейміз. Ал, бастаймыз. Біріміз арды біріміз тұрамыз. Жақсы, отыра қой. Ырғақпен ритмик. Әртүрлі қимылдардың осыны. Керемет. Жақсы, отыра қой баян. Жақсы, әйгер отыра қой. Жақсы, ал. Ырғақтарымыз жақсы екен, музыка сабағынан жақсы. Ырғақты білесіздер ғой деймін, керемет. Жақсы. Ұнады ма сіздерге сергіту сәті? Әнеге өзіңізді бір қосылып кетпейсіз? Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз, олай болса. Келесі бізде тапсырма қазір оқулықпен жұмыс. Оқулығымыздың 123-ші бетінде 48-ші жаттығуға назар салайық. Берілген оқышы, Амир. Не берілген? Не істеу керек бұл тапсырмада? Тап-тапер сызғыш бауы. Жоқ, берілген оқы. Сөздер тап ойыны. Және тапқан сөздермен сөйлеп құрап жазу керексіздер. Жақсы ма? Ал бастаймыз. Әрқайсымыз өзіміз орындаймыз. Так, ортаға қоя қой. Тезірек. Бірінші қатарда. Оқышы бірінші қатарда, әйгерім. Қандай сөздер берілген бірінші қатарда? Тап-тапер сызғыш балпан. Балпан. Мұнда артық сөз қайсы деп ойлайсың? Балпан. Так, келесі қатарда оқы, Нұрхан. Екінші қатарда. Тезірек. Екінші қатарда жазады, жел басады, өлшейді. Қай сөз артық мұнда? Жел. Және соңғы қатар. Аружан оқиғашы? Соңғы қатарды. Оқи қой. Мен өзі саған сытыр ешкім. Бұнда артық сөз қайсы? Аружан, артық сөз қайсы болды?